Баламыз жайлы сөйлесейік. Дархан мүлдем дала безер болып кетті. Не айтқан тілді алмай. Есіңде бар ма, бала кезде әкеміздің рұқсатынсыз ешқайда шықпаушы едік қой. Солай ма? Папасы. Мен әкем рұқсатымен ғана шығатын. Бірақ ол көрінге жібере бермейді. Бірақ Дархан көп қалып кетті соң кезде. Папасы, сіз білесіз ғой? Менің жүрегім жұмса. Бүгіннен бастап сізден сұралатын болсын. Дұрыс айтасың. Жексұрын болсам, мұна мен-ақ болайын. Бүгіннен бастап Дархан ешқайда шықпайды. Сабағыдан нашарлап жүр. Соның барлығын қадағалау керек. Бұдан кейін ол тек менен ғана сұранады. Болды. О, галактика сақшылары болады екен. Күшті. Киноға барайықшы. Ой, ата-анам рұқсат берер ме екен? Менің әкем рұқсат берді. Сен не істейсің? Киноға жібереді ме? О, күте тұр. Балам тыңдап тұрған. Анашым, бүгін кинотеатрда бір жақсы кино болады екен. Соған барайын деген едім. Балам, мен ештеңе білмеймін. Әкеңнен сұраш, әкеңнен. Жарайды. Әкемен телефонды беріңізші. Балам, тыңдап тұрмын. Бәке, Қайрат командасы жеңді ғой. Қойш, рас па? Мұнауың деген жақсы жаңалық қой. Керемет. Енді Қайрат командасы финалға шығады ғой. Әрине балам, әрине. Телефонды анама беріңізші. Жақсы балам. Естідіңіз ғой әкемнің жауабын? Естідім. Жарайды, балам, кешікпей кет. Кеттік.